жайдақ шабам. Тік тұрады ғой жарықтық. Жақсат көңіліңнің қошы. Айтады ғой жылқы мінез дейді ғой қазақ. Әлемге әйгілі болған абсент деген асыл тұқымдас жылқы, иә? Жартылай қанды жылқы. Қысқаша айтқанда бағы жамбат. Ат 4 аяқтап жерге жатты. 3 рет олимпиадаға барған. Доморожка дейді ғой. Көзімен көрді, аты жоқ балалар ешекпен де барған. Сол өңірде туып, сол өңірде өскеннен кейін атқа жақын болмауымызға біздің хақымыз жоқ. 1945 жылы мынау Жуков деген маршал ұлттық спорт қауымдастығымен кішкене сөзге арақ деген менің үйіме қандай қонақ келсе де құйылмайды. Оған үйтпе, сөйтпе деп айтасың сен. Араласатын адамдарыңды, жүретін ортаңды турлау керек. Қарны шығып кеткен, бірдеме болып кеткендер төбелеске барлау жақтыңдар. Бұқар жырдың сөзі бар еді ғой, ата-ананың қадірін балалы болғанда білесің деп. Домбыра қасқасқалы әдемі екен, а? Әдемі екен. Жүйрік ат. Қазір енді жақсылап тартайық, тартпасын. Қазір жүрегі қазақтап соққан аттың құлағында ойнайтын ағамыз келеді. Тартып тартпасын. Әдемілеп қояйық. Үзеңгісі қалай келе ме екен қазір? Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам аға. Қалайсыңдар? Қош келдіңіз. Жақсымыз, қалайсыз өзіңіз? Екеу. Атыңыз дайын тұр? Торы қасқан шипалап қасында тұрсыңдар? Далаға шығып серуендеп қайтсақ аға. Болды? Керемет қой. Жақсы. Байқайым, атқа күнде мінесіздер? Енді бұл аттан көп уақыт ажырақ болдық. Жалпы бұл аттан түспеу керек. Әрбір қазақ түспеу керек өйткені. Бұл қазақтың айтады ғой, жылқы мінез дейді ғой қазақ. Біз осы аттан түсіп қалғаннан кейін мінезімізден көп ажырап бара жатқан секілді болып көрінеді маған. Сондықтан қаласы бар, даласы бар. Мүмкіндігінше енді бір атты ұстап тұратын қазір қазақ бар ғой. Сондықтан әрбір қазақтың баласының астында бір ат болу керек шығар деп ойлаймын. Соны енді шама шарқым келгенше артымдан ерген бала шағама үлгі болсын деген ойым да бар. Оны жасыра алмаймын. Сондықтан шамам келгенше уақытыма ыңғайлы уақыттың бәрінде қалып еткен уақытта енді көбін атқа мінуге тырысамын. Жақсы. Досым жаңаға енді мына сіздің есіміңізді жалпы естіген кезде қазақтың кең даласы, сапырылған қымызбен шұбаты, жалпы қазақи тұрмыс тіршілік көз алдыңызға елестейді. Сіздің туған жеріңіз Жамбыл облысы, Құланды ауылы, дұрыс қой? Бұрынғы Луговой ғой енді. Қазіргі Құлан өңірі деп айтылады. Қазір енді Тұрар Рысқұлов ауданы негізі. Соның қасындағы Құмарық деген ауыл. Мынау Совет үкіметі кезінде әлемге әйгілі болған абсент деген сіздің туған жеріңізден шыққан асыл тұқымдас жылқы, иә? Енді СССР-дың кезіндегі Луговойды білмеген адам болған жоқ шығар деп ойлаймын. Бұл енді бұрынғы конный завод болды. Қазір Көгөшін деген ауыл. Қатар жатқан ауылымыз. Айланып машинамен барсақ 3 километр, төтесінен 1,5 километр жер. Бала кезімізде талай бардық. Өзім талай көзімен көрді, аты жоқ балалар ешекпен де барған. Жаяу де барған. Оның баратын себептері енді жаңағы конный завод тікелей Москваның қарамағында болды. Енді ойлаңыз, біздің ауылымыздағы жоқ нәрсенің барлығы сол жерге бірінші болып түсетін. Тіптен облыста жоқ ішіп жем, киім мәселесіндегі үлкен дүниелердің бәрі сол жерге тоқтайтын. Сонан кейін жаңағы 1 май мен 9 майда
үлкен сол жерде парад болады. Ал сол парадқа енді біз мектептегі балаларымыз ғой, қашып болсын, жаяу болсын, енді аты барлар былай да барамыз. Сөйтіп сол жерге сол парадты көруге баратынбыз. Ал ол парадқа елдің алдына шықпаған, әлемге танылған аттарды енді алып шығып көрсетеді ғой парадқа. Бұл енді соның бір үрдісі, сол ауылдың. Енді сол уақыттарда сол жерге барып, сол парадты көріп қызықтаймыз. Содан кейін жаңағы ауылдағы жоқ біраз дүниелер бар. Соны барып аралаймыз. Сол Москваның қарамағында болғаннан кейін барлық жағдай жасап қойған. Үйлердің, көшелердің жаңа құрылымы, қоршауларының өзі бір белгілі жүйемен салынған деген секілді болады. Сондықтан сол өңірде туып, сол өңірде өскеннен кейін енді атқа жақын болмауымызға біздің хақымыз жоқ. Оның үстіне енді әке шешеміз де осы малдың соңында болған кісілер. Осыдан зейнетке шықты, мал ұстады. Одан бері әлі де үзілген жоқ. Сондықтан енді бала кезімізден осы атқа міндік, даланың да атына міндік, қаланың да атына міндік, жабыға да міндік, тазағанға да міндік. Сондықтан ауылда өскеннен кейін болар, шамамыз келгісе, алт ете қалса, сол ауылдың тіршілігіне қарай бір иығымызды беріп тұрамыз. Жаңағы абсент жайлы 1960 жылы өткен Рим Олимпиадасының жеңімпазы, көп дүркін әлем чемпионы болған. Үш рет Олимпиадаға барған. Бір алтын алды, өңін күміс алды, қол алған. Тіптен өзінің оның 70-80-ге жуық артынан құлын қалған дейді. Оның өздерінің де бір толығы болмаса да 7-8-дің өзі үлкен-үлкен мәртебелі биіктерге бағындырған. Енді аттың жалпы линиясы дейді ғой. Өзінің әкесі, шешесі жағынан алған кезде абсент, әкесі таза Ақалтеке Араб есімді. 1945 жылы Жуков деген маршал сол Араб есімді Ақалтекемен парадтың алдына шығып жаңағыдай сөз сөйлеген деп айтады. Енді абсенттің шешесі жағына келетін болсақ. Енді бұл туралы әңгіме көп. Жалпы енді сен интернеттегі, жалпы біздің Совет одағының кезіндегі беріп кеткен информация бойынша сөйлеп отырсың ғой енді? Иә. Жалпы оның өзінің ішіндегі, соның бас аяғында жүрген кісілердің де әртүрлі әңгімелері бар. Осыдан егемен Қазақстанның 80 жылдығына байланысты Қалыбек Атжан деген біздің журналист ағамыз бар, қазір зейнеткер. Сол кісінің жазбасында, сол кісіне қараған молда шал деп қояды енді, шатырыпса Молдахмет ақсақал болу керек. 20 жасында ағамыз журналистикаға оқып жатқан кезі ғой енді. Сол практикаға ауылға жібереді, практикадан біраз материал жасап келу керек. Соны шауып барып, сол абсент туралы көгершінен аттар туралы біраз жазады ғой. Мақалалар жинақтап, барып сонда ақсақалдың бірінші күнін іштен айтып бере қоймады дейді. Сонымен 3 күн жүріп қасында сол кісінің аузынан жазып алған дүние бар. Жалпы абсенттің негізгі болмысын қалыптастырған сол көгершіндегі кісілер ғой енді. Сондағы ол өзден сол құлыннан бастап, тайынан бастап сол негізгісін қойып берген да, содан кейін бізде қалай дайын асқа тікелетін дүниенің кезі ғой енді. Ол кезде енді біраз нәрселер болды ғой. Ұлтқа байланысты көп жағдайларда жаңағы бір жеңіп тұрса да арға жібермей қоя салатын, алып тұрса да ақырын тоқтата тұратын деген секілді енді. Сол уақытта өтті ғой біздің аталарымыз. Бірақ шүкір соның ешқайсысына сынбай, қандай биік мінбелерден ағаларымыз, апаларымыз көрінді. Сол секілді абсентті дайындаған кісілер де кішкене сондай нелердің шет жағасын көрген. Соған байланысты бұның енді шешесін, жаңа кісінің айтуынша, шешесі сол жергілікті тазағанды биеден туған деп айтады. Оны жалпы сол жақтан келген, орталықтан келген бие деп айтады. Енді айғыр түсінікті ол келгені. Бірақ негізгі биені сол жергілікті доморожка дейді ғой. Сол өзіміздің қолтумадан туған дейді да. Енді қараңыз сонда қазақ жылқысының қаншалықты дамып кеткендігі туралы. Содан кейін жалпы енді біздің өңірде былайша айтқанда тазағанды жылқы, ең кемінде жартылай қанды жылқы біздің өлкенің бәрі. Өйткені Совет одағы тарағаннан кейін ыдырап кетті, қаншама
бар кездің өзінде де сол жерден азды көпті жылқыларымызды құлындатып алып тұратын жігіттер болған деген секілді. Енді кешегі тәуелсіздік алғаннан кейінгі Жамбыл өңірі алдына ат салмады ғой, бәйгенің барлығын біздің өлке алды. Оның бәрінің себептері негізінде жаңағы сол жердің тұқымның таза жылқылардан алып қалған таза қанды жылқылардың болуына себепті. Сондай бір өлкеміз, сондай өлкеде тудық, қуанамыз. Енді біздегілердің жай енді есіктің алдында жүрген ойбай деп жүрген малға мінетіндердің өзі жарты қанды болып есептелінеді, таза қандысын айтпағанның өзіне. Сондықтан үлкен бәйгелерді бермей келе жатының себебінің бәрі сол ар жақта негізі бар да. Өнер адамдарының арасында өнерлі көкпарды бастап алға алып жүрсіз. Бастамаларыңыз жалпы қалай болып жатыр? Атқа құмар інілеріміз бар. Өнерде жүрген енді. Өнерлі азаматтары 8 қылы бір сірлі болып келеді жалпы. Жай адам өнерлі болмайды. Сондағы жүрген атқа мініп жүрген жігіттердің басын қосып, Қарағанды өлкесіндегі жігіттер де өздері басы қосып көкпар тартып тұрады. Менің атқа мініп тұратынымды біледі, келсеңіз бірге көкпар тартайық деп қанша жылдан бері, 1-2 жылдан көлем болды, соны айтып жүр. Осындағы інілеріміздің басын қостық. Актері бар, әнші, күйшісі бар, асабасы бар, оның ішінде музыканты бар деген секілді. Қашан басталған дүниеға? Бұл 1 жылдың көлемі болды. 1 жылдың көлемінде жиналдық. Қазір өнер көкпар деп 1-2 додамыз бар тартқан. Қарағандыға барып келдік. Сондағы бауырларымызбен көкпар тарттық. Оларды осында шақырып өзіміз арнайы көкпар тарттық. Бұл енді бір айта бергеннен ештеңе шықпайтын көзіміз жетті ғой өзі. Қазақ айтады ғой, балаң айтқаныңды істемесе де көрген істейді дейді ғой. Енді ойбай бүйтпеңдер, ойбай шашыңды өсірмеңдер, шаштықтарыңды боямаңдар, сырғаны тақпаңдар, ойбай шалбарың жыртық кимеңдер, сақына анау, сақына мынау, басқа деп айтқанмен де тілді алып атқан баланың көріп жатқан жоқпыз. Одан көрі осындай іске көрсіп кеттік. Одан көрі осындай бір ұлттық нақышта жүретін, ұлттың қамын ойлап жүретін, атқа мініп жүретін, және бір ұлтқа жанап жүретін жігіттердің басын қосып, атқа мініп осы жағын үлгі қылып көрсетейік. Амандық болса алда бір үлкен жоспарлар бар енді. Ұлттық спорт қауымдастығымен кішкене сөзге келісіп қойған секілдіміз. Енді карантин нәрсесі көп жағдайда қолды байлап тұр, бірақ әр нәрсенің қайыры бұл карантин болуына байланысты біз аз ғана басымыз қосып, қазір атқа мініп тақымызды туралап жатырмыз, атымызды туралап жатырмыз, атты біліп жатырмыз деген секілді білетін кісілерден сұрап жатырмыз. Енді алдағы бір жоспарларымызда Қазақстанның түкпір-түкпіріндегі өнерлі бауырларымызды жинап бір көкпар тартатын секілдіміз. Керемет, қуаныштымыз. Шынымен де қазір жастардың бойында рухты ояту үшін осындай әдемі іс-шараларды ұйымдастырғаны өте жақсы. Жалпы ұл тәрбиесіне келетін болсақ, өзіңіз енді әке ретінде, одан кейін ауылда Қарпық атамыз, Аллаға шүкір, жас 80-нен асты. Тәрбие жағына келетін болсақ, сіздің әкеңіздің өзіңізге дарыған тәрбие, сіз ұлдарыңызды қалай тәрбиелеп жатырсыз? Жалпы жастар қазір өздерінің ұлдарын, өсіп келе жатқан қыздарын қазақи болмыс болу үшін, бойында рухтары ояну үшін қалай тәрбиелегендер жөн? Енді ұл мен қыз енді қасыңда жүреді, үйге келетін адам бар, өзің баратын қонағың бар. Бұлайша басқа нәрсені айтпағанның өзінде, енді ол үйде әркімде балам жаман болсын демейді ғой, барлығы тәрбие береді. Бәрі жақсы болсын дейді. Бәрі бір ұлттың қамын ойлайтын үлкен азамат болсын деп ойлайтын шығар деп ойлаймын әр қазақ. Бірақ жалпы балалар мен қыздарды үйге келетін, араласатын адамдарыңды, жүретін ортаңды турлау керек. Орта. Иә. Өйткені біздің балаларымыз есейіп қалды қазір. Алды студент, арты 10-11 оқып атқан балалар. Оң соғын азды көп танып қалды. Бұлар енді сенің араласып жүрген адамдарымен жиі кездеседі. Сондықтан тұлғалы, үлкен, аузында дуалы сөзі бар, жақсы сөз айтылатын, жақсы өзін ұстап жүре алатын адамдармен жиі кездестіре беру керек. Енді өзіміз қонаққа барамыз, қонаққа шақырамыз, осының барлығында айтады қазақ, ат аяғымен адам құлағымен семіреді. Сенің айтқаның бөлек, тағы да сондай адамдардың қосымша айтылып жатқаны оның бәрі құлағына ене береді. Белгілі бір уақытта бұл ар жақтан тұқым деген өзі бір барлық нәрсені береді екен ғой, уақыты келген уақытта. Енді бір
Мен туған енді кішкентай балам қазір ең кенжем 2,5-да, оның алдында қызым 5-те. Мен соны туғаннан бастап ойбай атқа жақындаңдар, ат құмар болыңдар, ойбай ұлттық дүниеге ұстаныңдар деп соны кішкентайынан құйған жоқпын ғой мен, әлі кішкентай, әлі ілінген жоқ деп. Бірақ қазір сол үйден шықса болды атқа барам, ат мінем. Бір-екі атқа мінгізген болды, одан мен машинеге де мінгіздім. Қаланың апарып жаңа компьютеріне да отырғыздым. Қаланың жаңа айдайтын машинесі бар, ойыны бар, басқасын бәрін ішкізіп, жегізіп көрсетіп жүрмін. Бірақ ол далаға аңсап тұрады. Далада. Сондықтан ар жақта болмысымыздан ажырамауымыз керек та, болмысымызды табуымыз керек бәріміз. Сондықтан бала тәрбиесіне, қыз тәрбиесіне келген уақытта енді менің отбасыма енді келген қонақ, мысалға арақ деген менің үйіме қандай қонақ келсе де құйылмайды. Және менің үйімде, мысалы менің отбасымда ешкім темекі шекпейді. Менің бала шағам үшін ол ішкен адам, темекі шегетін адам, өйтіп жүретін адамдар, былайша айтқанда, бір телевизорда ғана болатын секілді нәрсе да. Ондай нәрсені көрмегенде, енді ондай бала енді ертең алда ғой ғұмырын, бетін аулақ қалсын, ондай нәрсені ол түсінбейді, ұқпайды. Ертең сондай адам іздейді. Өйткені темекі шегіп тұратын адамның қасында менің қызым тұра алмайды, онымен өмір сүре алмайды. Енді қайтып онымен тұрмысқа шығады деген секілді. Сондай бір нәрселермен келгенде мен ойлаймын, осының барлығы тәрбие шығар деп ойлаймын. Әр қазақ өстіп, әркім тәрбиелеу керек. Енді мас әкесін көрген бала кәйтіп тәрбие алады. Барып темекісін шегіп басқасын істеп жүрген адамнан кәйтіп енді оған үйтпе, сөйтпе деп айтасың сен. Өзің былай істеп тұрғаннан кейін. Сондықтан осы бір мәселесіне келгенде бірінші өзімізді жақсылап тәрбиелеп алуымыз керек. Тарлан менен ақау, қарамайсың қасыңа, барған менен қаләулім-ай. Ойнамаймын, күлмеймін десем дағы ақау, өтіп барат жас дәурен, арман менен қаләулім-ай. Ай бұрылдың шабысай, сәй көліктің дабысай, көкейімнен кетпейді-ай. Қалқадайдың ай дауысай, ай бұрылдың шабысай, сәй көліктің дабысай, көкейімнен кетпейді-ай. Қалқадайдың ай дауысай. Өтер деймін ендеше, өтер деймін ақау, осы бүгін көңілді көтер деймін қаләулім-ай. Ауылға қаншалықты жиі барып тұрасыз аға? Жиі бармасам да, бала шағам бармаса да, мен өзім жиі барам. Енді ары бері өзім жүріс тұрысым көп болғандықтан Алматыға барсам, ауылға соғып кетемін деген секілді. Өйткені ауылдағы әкем бар. Сыртта жүрген, алыста жүрген баласы менмін неге. Тақымын қысып отырады, жағдайымды сұрап тұрады. Енді ол телефонмен басқамен сөйлескен бөлек, көз көріп, құшағына басқан ол бөлек әңгіме ғой. Сондықтан оқыс емес, біз қатты сағынып тұратын секілді болып тұрады маған. Бұқар жыртың сөзі бар ғой, ата-ананың қадірін балалы болғанда білесіңдер. Бала шағамыз өскен сайын ата-анамыздың қадірі көтеріліп жатыр ғой. Сондықтан шамам келгенше уақыт қалт еткен тұстың барлығында ауылға енді барып келеміз. Бала шағаны енді жазда бір рет, қыста бір рет міндетті түрде апталап жатып мауқымызды басып келеміз. Ауылдан қол үзбеу керек жалпы. Мына бір сұхбатыңызда естідім. Атамыз әскери адамдарға қызыққан екен. Сіздің президент оркестріне жұмысқа баруыңыздың себебі содан ба әлде қалай? Негізі жалпы сол кісілердің уағындағылардың барлығы мынау шенді азамат погон киген кісілердің бәрі қатты құрметтейтін. Мүмкін ол қорқып құрметтейтін шығар. Енді заман сондай болды ма?
содан кейін болар өсі бір милиция саласында әскери киген адамдарды көрсе тәнті болып тұрады. Қандай керемет осы, қандай жарасымды болып тұрады дейді. Шынымен бір әскери киген адамның өзі бір суытылған аттай тұрады ғой, бір қарасаң киімдерімен енді адам қызығып тұрады да, сондай. Өкінішке орай кейінгілері ондай болмай жүр. Мынау қарны шығып кеткен, бірдеме болып кеткендерді қазір тест тапсырып, оларды жүйеге келтіріп жатыр ғой. Шынымен бір әскери адам деген бір тартылып киініп тұрғанда сыптаяқтай тұру керек та. Әкеміз соны айтады, мен күлемін ғой енді. Содан кейін өнерге қатты жақын болды. Әкем өнерлі кісілерді жақсы көреді. Өзі өнерлі бола алмағанына уағында енді менің әкемнің әкесі Айнабек қой енді. Айнабек атамыз өте сондай бір елдің ортасында сыйлы жүрген ортасында жаңағы тұлға болып өзін көрсете алатын, сөйлегенде біраз адамды өзіне қарытылатын, әудеп ән айтатын, сондай бір ел билеген сондай кісі болған екен да. Енді Таңатардан Айнабек, ал одан тараған екінші Ақырапай ақсақал, ол кісі керісінше көп сөйлемейтін, бірақ өте палуан, көкпар тартқанда осы жалғыз өзі тақымына басқан кезде артында шұбатып ешкім ала алмай жүретін сондай палуан кісі болған екен. Өзі бір айтып жүр ген. Енді солай болды да, енді сол Айнабектен тараған біздер өнерге, мынау мәдениетке, ағарту саласына жақынбыз да. Керісінше жаңа Ақырапайдан тараған кісілердің барлығы палуан, күреске құмар, төбелеске құмар жақтылары сондай болып келеді. Сондықтан біздің енді аталарымыздан келе жатқан дүние ғой енді. Мен кейде оны айтамын ғой, әке, сіздің өзі бір екі арманыңыз болып еді. Сол екі арманыңызды да мен орындадым ғой, білесіз бе деп күлемін ғой жаңағы. Жарайды деп қояды жаңағы. Оның бір өзі әскери, Аллаға шүкір әскери салада жаңағы пенсияға шықтым. Майор деген званиямен әскери пенсия. Иә, оркестрден сол. Пенсияға шыққаннан кейін сол жақтағы бір әскери киімді майор званиясын қойып, жаңа камуфляж, қыстық камуфляжымен ішіне бір қалың аюдың терісінен қыстық енді андасында бір ала қашып атқа мініп қалатыны бар ғой. Соған астықта әскери жаңа киіммен майор қойып тұрып апарып әкеме жаптым, кигізіп бердім. Ана әскери киімді кигенде өзі қызық қой үлкен кісілер. Кәдімгі балаша мәз болды ғой. Әкемнің әйтеуір азды көпті қас-қабағына қарап өстік қой, одан жаман болған жоқпыз. Енді әкем шешем өзі кішкентайымнан өнерлігін дайындады да. Бірақ мектеп біткен жасымда мен Алматыға оқуға кетем дегенде мен оқуға жібермей қойды. Қой, үйдің кенжесісің балам. Қолымда бол. Сен одан гөрі заготовитель болшы. Заготовитель деген уақытта, ол уақытта сұмдық не болатын. Мықты профессия болатын. Заготовитель жүн жинайтын. Жүн ауылымызда Ошақбай деген ақсақал болды. Ат арбасында шегі болады дағы, ауылдың ол уақытта сүт өткізеді. Шелектеп. Сүт өткізеді, содан кейін тері алады. Біз бақуатты тұрды. Ел аралап, елдің ортасында жүрді жаңа кісі. Соны қойшы балам. Осы бір саланы оқыш, бір маманның иесі болшы деді. Енді баламы ғой, жыладым. Үйден кеттім. 2-3 күн келмей қонбай қойдым. Туысқандардың үйі қонып деген секілді. Сол кейін мен қойынды әке шешемнің сөзін екетпейін деп, сол кісілер кішін инженер-технолог деген мамандық бойынша технология институттың мамандығы болып алдым. Одан кейін енді осы өнерге дипломды әкеп қолына беріп, енді әке маған рұқсат етіңіз, мен өнердің жолын қуам деп рұқсатын алып кеттім. Мүмкін сол әке шешемнің батасын алғаннан кейін болар. Әйтсе өнерге кеш келсем де жолым болды. Азды көпті елдің ортасындамын. Өнерлі додамын, өнерлі доданың ортасындамын. Жылқыға жастайыңыздан құмарсыз, өзіңізге қандай аттар ұнайды? Бір есіңізде қалған бір сондай бір балалық сәтте мекен? Ат ер қанаты дейді. Жақсат жолға қалдырмайды. Жақсат серігің, жан жолдасың. Жақсат көңіліңнің қошы. Мінген кезде жаныңды жадыратып, желіктіріп, жаның бір жайтап тұратын бір аттар болады енді. Енді аттардың да аттары бар, әртүрлі ат өз мінезін жасайды ғой енді. Адам секілді ғой, әр аттың өз болмысы бар. Сол арқылы өзіңді түзейсің. Кейбір ат қырсықтау келеді, қыршаңқы келеді, қулығы да жететін болады. Соның бәрін өзі бір үлесімін табатын аттар болады, мінген кезде көңілі тола қалатындай сондай бір. Енді менің бір бала кезімде бір ат есімнен кетпейді.
әртүрлі аттар міндік қой, Аллаға шүкір енді әкеміздің арқасында. Әкем мал баққаннан кейін мен бір 6-шы сынып оқығаннан кейін малшылық тоқтатты да бір қалаға келдік. Қалаға, ауылға келдік. Сөйтіп ауылға бір жылдай тұрды да ауылға сыймады. Содан кейін мынау жиек дейді. Құммен құмдар бері көшіп кетпесін деп үлкен лесополоса жасайды, талдар егеді. Соның жиекте егін болды, соның қарауылы болды. Әкем мал көп, ауылға сыймады. Содан қайттан сол жаққа 1-2 жылдан кейін қайттан кетіп қалды. Енді сол жаққа барып тұрамыз, құмда болдық, құмның ішінде. Каникул шықса болды, сол жаққа көмекке барамыз. Енді бұл кезде азамат болып қалдық, 15-16 жігітпіз. Сол бір барсам, сол жақта бір басқа ұлты басқа бір ағамыз болған, Мишка деп қояды, ол басқа бір келешеде қарауыл тұрады. Сол кісінің бір торайғырын қалап, соны сатып алып барсам. Торайғырын мен жаңа есіме түсіп кетті, жаңа сен айтқаның. Мына астындағы торайғыр осыдан ауымайды. Қасқасы да осындай бір жалпақ танауына дейін басқан, соның 4 аяғы ақ, енді ат сұлу ат. Содан кейін бір қанында бір таза қанды болмаса да бір жартылай қанды. Соны ат деген қызық қой, аттардың өзі бір. Сонда көрдім мен енді мынау аттардың үстінде майларқа дейді. Аттардың өзі солай болады, майтабан аттар деген болады. Енді құмда өскен ғой, кішкентайынан құмның ішінде жүрген ат қой, сұмдық жүйрік болды. Осы жаңағы бір несі, жаңағы бір кемшілігі майларқа болғаннан кейін үстіне не қылмайды, ер тұрмайды. Қатты бұрылған кезде ет ауып кетеді. Соның көбіне жайдақ міне білемін, жайдақ шабам ғой. Енді жүйрік дегенді саған өтірік маған шын. Жалы селдір ғой. Қанында жаңағы басқа таза қанды несі болғаннан, қаны болғаннан кейін ат шапқан кезде жал тік тұрады ғой жартық. Жайдақ шабам. Не деген жылдамдық сол? Енді сұмдық болды, енді сұмдық. Содан кейін бір несі кемшілігі байқұстың анау бір көз соқыр болды. Ана кісіні алған кезде бір көзіне тал кіріп кеткен, әкем қатты қызыққан ғой, содан кейін өзінің бір керемет жүрісі болды. Соны құмда әбден шаптым енді. Енді есімнен келіп каникулда барған кезде енді өзі де керемет еді, сұлу ат еді. Содан кейін сол біраз ат жүргеннен кейін тауға көшіп келдік. Тауға көшіп ауылға келгеннен кейін оның жүйрік екенін білеміз. Ағаларымыз апарып көкпарға салғысы келіп, біздің ауылымыз өзі таудың етегінде, тастақ жер ғой, жердің бар. Құмарық деп өзі бір несіне жерінің орналасуына, бір табиғи болмысына байланысты қойылған ғой. Сөйтіп сол ауылға келгеннен кейін ол аттың қысқаша айтқанда бағы жамады. Майларқа, майтабан тастақ жерге келгенде ат шабмай қойды. Атымыз танымай қалдық. Мысалға бір күн ағам болмай көкпарға барып мініп келді. Ат 4 аяқтап жерге жатты ғой, сені әкем. Қой, мына атты қинама деп, сол кейін неге апарып қайттан құмға жаңа кісілерге апарып берді мына атты. Енді ана ат кеткен кезде жылақ болдық қой, енді бәрі қимаймыз енді. Бірақ көріп тұрмыз ат. Осы енді құмда жүрген ат, сояқта жүретін. Аға, өзіңізді негізі серлікке жатқызасыз ба? Қазіргінің серлері кім? Сері деген кішкене толыққанды келмейтін шығармыз енді. Енді өнерлі жағынан, өнерлі жолын қуғаннан кейін сол сізелеріміздің сөйтіп. Жоғынсы атқа жақсы мінесіз, домбыраңыз бар, даусыңыз бар. Енді ол бір жағы ғой, одан да басқа оның 8 қырлы бір сырлы дейді ғой енді. Одан да мен енді серімін деп толыққанды айта алмаймыз, бірақ енді болмасақ та ұқсақ бағып жүрген қазақтардың бірі шығармыз. Өйткені сол саладамыз ғой, өнерлі. Сол ақан сері бір жандарды ән тыңдадық, балуан шолақтардың балуандығын еліктедік, сол секілді 7 қырлы бір сырлы болсақ деп ойладық енді. Шама шарқымыз келгенше жүрген жандарымыз ғой, жалпы енді ондай серілердің соңы кешегі қапездер деп айтады ғой енді. Енді одан кейінгілер де ұстандық қой енді, жалпы. Бірақ енді әйтеуір сол кісілердің ізін қуып келе жатқан заманның енді бір өнерлі азаматтары шығармыз енді. Ұқсап бағып келе жатқан. Жақсы. Алдағы жоспарыңыз саясатқа қарай? Мен мемлекеттік қызметте енді өзің айтқан 20 жыл істептім. Әскери мемлекеттік қызмет болды ғой менің жұмысым. Оның да өз қиындығы, өзінің артықшылығы, өзінің кемшілігі бар. Жалпы. Енді қазір бір жылдан асты ғой қазір өз
еркім өзімде. Менің өнердегі достарымның негізі көбі еркін жүрді ғой бұған дейін. Мен қасымда жүрген Тоқтарда, Саятта ешқайда жұмыс істеген жоқ, ешкімге бағынышты болған жоқ. Кейде айтқан жерге бір-біріміздің жиындарымызға тіптен бара алмаған кездерім болды жұмыста, мемлекеттік қызметте болғаннан кейін. Тіпті өзімнің де туыстарымның кейбір жерлерге барам деген жеріме бара алмадым, еркін кете алмай қаласың, кейде қызығатым соларға қарап отыр. Енді әртүрлі мақсатта бар, әртүрлі ой бар. Шаруашылық істеп, шаруашылықпен кетіп қалғымыз келеді, әке жолын қуып. Болмаса енді қаладағы бір тіршіліктерді істеп, өзіміздің бір сынап сол жағынан көрсек пе деген әртүрлі ойланып жүрміз. Енді қазір еш нәрсені ойлап тауып дөп түсе алмайтынбыз ғой, қалай болып жатқанда түсіне алмай жатырмыз, өзіміз де түсінбедік. Енді осыдан аман есен шықсақ, алдағы бір уақыттарда істеп жатсақ, бірінші болып естисіздер ғой енді, елдің алдында жүргеннен кейін. Әділ бауырым, ерғанат ат деп жақсы бір бағдарламаны қолыңа алған екенсің. Алла берекесін берсін. Әр қазақтың баласы аттан түспеу керек. Өзім көріп, өзім танып, біліп жүрген кісілерді шақырып арнайы осындай бір бағдарлама жасап жатқан екенсің. Өте қуаныштымыз. Үзеңгіміз бір-бірімізге тиіп тұр екен. Ертеде мынау үзеңгі дос дейді, үзеңгі ағайыны бауыр дейді. Бүгін шынымен де сізбен үзеңгілес болғаныма қуаныштымын. Рахмет. Уақытыңызды бөліп келгеніңізге үлкен рахмет. Еліміз аман есен осы індеттен өтіп, шынымен де жас өскелең ұрпақ рухты болсын. Әмин. Бір басың көреді, фәни кетірі келгесін. Тыңдап көр халқым ұлыңының, өмірден жазған термесін. Егемен болып соңынан, елдердің үлкен ергесін. Қиындық кетіп басыңнан, жамандық халқым көрмесін.